Таласбек қайдан бұның бәрін білген дейік. Таласбек Касимқұлов айтқанымдай, менің марқұм жарым, жазушы, күйші, ол Аягөз өңірінің тумасы, Айғыз ауылынан. Сонда оны нағашы атасы 2 күндік нәрестені асырап алған ғой, жиенін. Өйткені атасы күйші болған, кәдімгіде аты төңкеріске дейін танылған, 23 жыл лагерде отырып келген сондай адамда, өйткені Совет билігіне қарсы шыққан адам. Сонда ол жиенін асырағанда өзінің күй өнерін қалдырамын деп жиенін асырап алды. Сосын қасында тағы да бір адамдар топтасты: әнші Кәрім Баймұратов, сосын есепші, анау жұлдыздарды бақылайтын, амалдарды санап жылнама жүргізетін Мырзахан Оңғаров деген адам болды. Сосын Төлеутай деген домбыра шабатын адам, Ұста Ахметжан, Таласбек Талтүс романында солардың әңгіме айтады. Сонда олар жалғыз, олардың әңгімесін тыңдайтын, соның бәріне қызығатын бала Таласбек болған ғой. Сонда әрқайсы Таласбекке өз білімін берді. Соның ішінде олар Таласбекті Жылан қайыз деген ырымнан өткізіп, жауынгер ретінде бағыштады астыртын.